Birinchi ustozingiz haqida eslay olasizmi? U haqida qisqacha ta'rif bersangiz. Albatta, birinchi ustozni aytgan vaqtimizda bir endi men Qarizok rayonida tug'ilganman. Qarizok rayonida birinchi klassga nulvoy klass deganlar bo'ladi edi, ularlarda. Nulvoy klassga shu yerda borganmiz. Bu yerda birinchi ustozimiz atni aytib o'ta olmay qo'yayin, endi hayal adam bo'lgan, juda mehribon. Hozirgi vaqtimizda muallim desa birinchi ko'z oldimizga keladigan ustozni sonday mehribon ustoz deb bilamiz. Sebab u har bir so'zinde balani tilindey qilib söylegan bizga. O'zining mehribonligi biz o'qigan vaqtlarimizda ustozdan o'tayotgan bilimli adam yo'q degan tushuncha bo'ladi. Sebebi ustozning aytgan so'zi kerak bo'ladigan bo'lsa uyimizda ota-onamiz bilan ham basikilesetni vaqtlarimiz bo'lgan. Sebebi bizning ustozimiz sonday deb bizlarga ta'rif berетін edi deb. O'sha uchun biz hamma vaqtda ustozni ulug' inson deb bilamiz. Ben Nukus qalasında nomeri 3-cü mektepte 1984 yılı okuğa barganman. Elbette mening birinchi ustozim Matyakubova Qutlubeke apa degan bo'lgan. Ол паслауыш классларда bizlarga сабақ berdi, ta'lim berdi, tarbiya berdi. Men endi Qutlubeke apa haqында ko'p жақсы zatlарды esке alaman. Sebebi Qutlubeke apa bizlarga tek qana ta'lim bermey, tarbiya da berdi. Baribir endi birinchi klassga borgan bala, ол albatta kitob o'qiyman, bo'lmasa saboqda жақсы o'qiyman demimiz, o'yinda azantay басқа zatlарға шалғу деген zatlарға да көбірек мейлі болады. Енді Құтлубека апаның педагогикалық шеберлігі, өзіні әрқилы білім дәрежесіне ие болған оқушылар менен методикасының рәң-бәрәңлігі, өзіне тартуы менде үлкен, өмірімде үлкен рөл ойнады. Құтлубека апаның көрсеткен жол жобасының бірінші қадамдарымыздан бастап мен педагог болуды ниет еткенмін. Қазіргі күнге шейін Құтлубека апаның тұтқан жолының элементлерінен пайдаланып тұрмын. Бірінші ұстазым хақында естейтін болсам, әлбетте мен кішкентайлығымнан жүдә бір суретсіз болуға қатты қызығатым едім. Үйде отырсам, тетрадты алып, ақ бет лист болатын болса, ақ қағазға қалеммен сурет сызып, ата-анамды таң қалдырғанмын уақытында. Міне, әттекі сол мектепте оқып отырған уақытында сурет сабағынан адамдар, оқушылар 1 бес алатын болса, мен 2 бес алатын едім. Міне, сол сурет сызуға қатты қызыққанлығымды, сол қабілетімді менің бірінші ұстазым сезген, маған сол бағдар, жол көрсету мақсатында мен анамды шақырып мектепте. Анама сіздің перзентіңіз сол сурет сызуға қатты қызығады, перзентіңіздің талантын елде рауажландыру үшін арнаулы мектепке берілу керек, оқу керек деген ұсыныс беріп, сол анам мені Қарылбастан суретшілік Амели көркемдер лицейіне оқуға түсуіме себепші болған да, ұстазым, бірінші ұстаз. Сол тарихын көп естілеймін оны. Яғни сол өзімнің келешектегі жолымды табуда бір анағұрлым қандай да бір маған жол көрсетті десем азып соған боламын. Жүзі бір орылы сұрау болды. Әлбетте мен бірінші ұстазымды, Харби үйреткен ұстазымды еслей аламан. Роза апа Мұсаева деген ұстазымыз. Құда қаласа ертең демалыс күні әлбетте барып, пәтерларын алып, байраммен құттықтап кетемін. Жақында ғана сол ұстазды мен бір қызмет көрсету орайларының бірінде көріп қалдым. Мен ниет етіп қойған инсанымды мен көз алдына келдірсем, сағынсам, ол мені әлбетте мен көрсу несіп еттереді жаратқан ем. Сондай, еслей аламан. Ол хақында тариф беретін болсам, кішкене уақытымда енді мен 6 жасымда бардым оқуға. Мен адамдар ұқсап сентябрьде оқуға бармадым. Мен кішкентай болғанмын, бірақ сол ноябрьдің аяқларында
оқуға бараман деп шатақ шығарғанмын. Себебі анам менен әкем мектепте техник қызметкер болып істейтін болғанда, солардың қасына еріп жүретін болғанмын. Үйдің үлкен перзентіме мен сол пайтта ана бірінші класстарға оқып жатқан бойы менен теңеле екенлігіне қарап, мен хайран қалатын едім да, мен оқиман деп тұрып алғанмын. Сөйтіп сұрауларына жауап беріп, сол жерде сол ноябрь айының ішінде 6 жасыма оқуға қабыл етіліп кеткенмін. Nima deb o'ylaysiz? Ustozsiz hayotingiz qanday bo'lardi? Ең қиын сұрау, жауап беру үшін қиын. Әлбетте, жәмиетте әрбір инсанның ұстазы бар. Жәмиет рауажданатығын екен, бұл ұстаздың тәрбиясыменен, ұстаздың жол жобасыменен. Енді ұстазсыз тасаввур қылатын болсақ, бұл бір бос шелек болатын болса, дүңгірлеген шелектің ішінде сондай қылып тасаввур қыламын, ол жерде ешқандай түсінігім болмайды, ешқандай білімім болмайды, ілімім болмайды. Ол жерде ең әуелгі алғашқы дәуірлердегідей дәуір болған. Juda zo'r savol bo'ldi. Ustozsiz өмір, ustozsiz hayot, bilmadim, hech narsa bo'lmasa kerak u. Оны мен қиялыма да келтіре алмаймын, оны мен ойлаған білмеймін. Себебі ұстаз бұл өмірде сізбенен біздің осы дәрежеге жетісуімізде не дейді, ата-анамызбенен біргелікте, бір қатарда қызмет еткен, бізге жәрдем берген, керек болса қолымыздан тартып алып жүрген адамлар болады, инсанлар болады олар. Олардың атыларын үлкен әріптермен айтқанды мен мақұл көремін. Олар соған лайық деп ойлаймын. Соның үшін ұстазсыз өмір, мен ойлаймын, қараңғылық, ол жоқ нәрсе. Сондай деп ойлаймын. Қандай кәсіп болуынан қатты нәзір, ол ұста болады ма, ол шофер болады ма, ол оқытушы болады ма, қайсы кәсіпті елуінен қатты нәзір, әлбетте әрбір инсанның ұстазы болады. Енді ұстазсыз білім алған, ұстазсыз шақс, бұл не дейді, манзілсіз жолға шыққан саяхатшы сипатында біз көз амалына келтіремін да. Себебі әлбетте ұстаз көрген инсан ол еш уақытта өзінің келешектегі жолына алжаспай тура жетіп барады. Сол себептен келіп шығып, мен айтатұғыным, менің пікірім, мәнзілін елі беріленбей жолға шыққан саяхатшы сипатында мен тарифлей аламын. Сіз сондай дәрежеде маған сұрау беріп отырыңызда, сізге жауап беруімде, мен болып, сондай адам болып қалыптасуымде, сондай формада, сондай ұлы дәргайда істей алуымды көз алдыма келтіре алмас едім. Өмірдегі категориялар бар: бақыт, қуаныш, шатлықлар, денсаулықтың қадірі, қадіриyatlарымыз ұлы ма, олардың ешбірін сезіне алмаған болар едік егер ұстаз болмағанда. Ustozlaringizni qaysi maslahatlarga hozirgi kungacha amal qilib kelmoqdasiz? To'g'ri so'rov. Ustoz deb birinchi navbatda o'zimning akam, o'zimning onam hamma vaqtda bizga yo'l yo'l ko'rsatgan, ustozlik etgan. Sondan birgalikda maktabda o'qigan davrdagi ustozlar hammasida mehribon ustozlar bo'lgan. Odan keyin institutda o'qigan davrimizdagi ustozlar, har bir fanni o'qitgan vaqtimizda ustozlar mehrini berib o'qitgan ustozlarimiz. Жұмыс орнына кірдік, жастар ауқамында, Камала жастар жәмиетлік харекетінде жұмыс істедік. Міне сол жерлерде ұстаздарымыз бар, ұстазлық мехрін көрсеткен. Міне университетте қазір бірнеше жылдардан бері істеп жатырмыз. Университетте де өзінің жол жобасын көрсетіп жатырған ұстаздарымыз бар. Факультетте ұстаздарымыз, кафедрада ұстаздарымыз бар. Сонымен біргелікте міне ректоратта істеп жатырмыз. Ректоратта да ұстаздарымыз бар. Ректорымыздан бізге ұстазлық еткен. Әмі уақытта өзінің жол жобасы. Жәмиетте әр қандай біргелікте істесіп, бір
бағдарды көрсетіп бере алса, бұл әлбетте ұстаз. Мен ұстаздарымды құрмет етемін. Bir қанша ұстаздарым бар. Оларды көрген уақытымызда мехрі оянады. Оларды көріп, оларда да бір ауыз атымызды айтып мұражат қылғанның өзі бізді үлкен төбелерімізді көкке көтереді. Сол үшін әмме ұстаздарға біз ұстазлық үлкен мәртебелер құтлы болсын дейміз. Енді мен шет тілі бойынша қанегемен бүгінгі күнге жетіп келемен дегенше бірнеше ұстазлардан тәлім һәм тәрбие алдық. Қазір ғана мен мектепте оқытқан ұстазым хақында айтқан болсам, сол мектепте 5-ші класстан бастап біздер мектепте инглиз тілі сабағын өткенбіз. Осы инглиз тілі сабағыны Гүлістан апа Сапарова деген ұстаз оқытқан. Енді мен айтайын деген нәрсем, Гүлістан апада сондай бір өзінің пәніне, өзінің жаңағы кәсібіне болған садықлық бар еді. Оқушыларды әр тараплеме, демек сол өзінің пәніне қызықтырудың түрлі жолдарын пайдаланатын еді. Маған ұнаған жері, мен енді тағы бір мәрте айтамын, бүгінгі күнде де пайдаланамыз осы неден, осылдан, бұл ситуациялық тіл үйрену. Әр қандай жағдайда, әр қандай ситуацияда тіл үйрену, бұл өмірдің өзінен келіп шыққан қалда. Класста, ямаса көшеде, базарда жүріп, біз больницада, емдеуханада, ямаса достарымызбен ұшырасып отырған уақытта қайсы сөзді қалай пайдаланамыз, керек жерінде туыр пайдалану, сондай-ақ тіл менен біргелікте мәдениет элементлерін кірітіп үйрену, өзіні басқа, мәселен, енді айта берейін, тіл бойынша кетті, сырт елде, ямаса сырт елде меймандарменен өзін қалай ұсылау, һәм тағы басқа деген жағдайларны, демек сол мектепте оқытқан шет тілі, инглиз тілі оқытушымыздан үйренгенмен, мен үшін жүзде жоғары бағалаймын бұл пікірлерін. Рахмет айтамын. Енді өмірімде мәселен мектепте оқыдым, онан кейін лицейде оқыдым, институтта оқыдым, жәмиетке араласып, өзіміздің сол жұмысымызды басладық мәселен. Әрбір сол өмірімде басқышларда өзінің өрнегіменен, өзінің қандай да бір жол көрсету қабілетіменен ұстазлар болған. Енді сол ұстазларым, әрбір сол басқыштағы ұстазларым әрқилы мәслихатлар берген. Мәселен, білім алатын уақытлар, мәселен, сол білім алуда мәслихатлар берілген. Енді ұлыма жәмлеп қарайтын болсам, қазіргі мәселен осы дәуірге келуім, осы жәмиетте араласып, осы өміріміздің осы дәуіріне келумен дегенше берген мәслихатлардың ішінде көбірек сол тұрмысымен байланысты мәслихатларды ести аламын. Яғни сол инсан жәмиетте араласқаннан кейін, шақсылармен сөйлескеннен кейін әлбетте кішіпейіл болу, көбірек сол кішіпейіл болуға мәслихат берген, білмеген нәрселерімізді ұялмастан сұрап біліп алу үшін мәслихат берген, жасы үлкенлерге құрмет, жасы кішілерге ізzetте болуды көбірек мәслихат берген. Ұлым айтқанда, ұстазымыздың сол қазіргі тұрмысымызда берген мәслихатлерінің арқасында біз сол жәмиетте араласып, өзіміздің бір қандай да бір мінез құлқымызбенен, сол қабілетімізбенен орнымызға иеміз деп біле аламын. Көп ұстазларымның мәслихатлері ядымда, мен әмел қылатуғыларым жүдә көп. Ұстазларды не үшін біз қадірлейміз? Ата-ана перзентті көктен тіленіп жерге алып түседі деді ғой. Ол перзент, ол индивид нәрестеліктен адам һәм шахс үлкен инсан дәрежесіне жетілсе мен дегенге шекемгі дәуірде ұстаздың орны күреулі. Сол көктен перзентті жерден көкке көтереді деді. Соның үшін ұстазлар бізді қадірлеуіміз керек. Өзімнің ілми башым бір тараптан, екінші тараптан ұстазым бір не өткізді, эксперимент өткізді біздерге. Ақ листке
бір қара точканы қойды. Алмагүл Байреева деген саяси өнер докторы, ұстазым. Сөйтіп біздерге тұтты былай қалып. Нені көрдіңіз деді. Біздер аудиторияда группаға айтты, мен студентлік уақытымда. Хаме ақ қағазды дейді, біреу қара точка, ақ қағазда қара точканы, қара ноқатты деп көпшілік айтып атырыпты. Деп ойланып тұрып, хамем сол қара ноқатқа диққатты қарата бергенбіз да біздер. Негізінде инсанның табиғаты сондай деді да, ұстаз айтты да. Біздер деді, адамда да сондай дейді. Адамның егер бір жақсы инсанның бір ұнамсыз бір халатын көз алдын көріп қойсақ, егер ұнамсыз жағдайды көретін болсақ, сол адамның басқа жақсы тәрепілері жаманға айланып кетеді дейді да. Сондай адам дейді, тек қана бір кемшіліксіз, мінсіз адам болмайды, лекін сол кемшіліклерді біздің қазір вазипамыз кемшілігі бар болған, нұқсаны бар болған жастарымызды мүмкін оларды жақсы тәрбиелеп, тәлім-тәрбие беру арқылы ұлы инсанлар шығарармыз, еліміз үшін керекті кадрларды шығарармыз деп ойлаймын. Соның үшін мен тек қана бір адамның бір харекет етіп тұрып, ол бәлкім бір нәрсеге бір вазипаға уақытында келе алмай қалса, біз оны қаралап, не үшін келмедің деп, оның алдыңғы жақсы тәрепілеріні ұмытып, тек сол кездегі бір жауапкершілігін оған бәлкім өзінің сыртқы тәсір еткен болуы мүмкін. Мен сол затларын біз әлбетте бір кешірімлі болып, ұмытып сондай қылуымыз керек. Соның үшін тек қана адамның не бір тәреплеме ойлап, бір тәреплеме көргеніңізбенен емес, анализлеп, оның бүгінгі күнін алдыңғы істелген іс-әрекетлерін хамесіні инабатқа алу керек. Бір адамға жаман тәрептен жаман деп мүнәсебет білдірсең, ол жаман болып қала береді. Егер ол шақысты, мәселен, студентлерді тәрбиелауда, егер оған бір сүйеу болып, жақсы сөзіңді айтып, керек жерінде тергеп, керек жерінде көтермелеп, мотивация беретін болсаң, ол әлбетте өмірден өзің орын тауып кетеді, һәм білдірілген сенімнен ақлап, жақсы кадрлар жастар болып жетілседі деген үміттеміз. Yuqorida ustozlaringizni maslahatlarini birin-ketin eslab o'tdingiz. Endi sizchi, bugungi kundagi yoshlarga, qolaversa shogirdlaringizga qanday maslahatlarni bergan bo'lardingiz? To'g'ri. Endi meni ustoz deb bilgan bo'lsa, men minnatdorman. Ustoz deb tana olsa, endi men ko'pidan-ko'p bu yerda yoshlar bilan ishlashib kelayotganman hozir ko'p vaqt bo'ldi. Odan oldin ham yoshlar oqamida, yoshlar жетекшісі де болып істедік. Сол жерге бірінші курсқа уақытта кірген уақытында бірінші курс студенті қандай болады, бітіремін дегенше қандай студент болады. Бірінші курсқа кірген уақытта харекетшең студенттер болады, өзін анағанам харекет етеді, бұяққа да харекет етеді, ол таңдаулыға да қатынасады, ол шөлкемесіру ішлерінде де қатынасады, шөлкемесіру жұмысларында да қатынасады. Төртінші курс бітіремін дегенше ол сол студенттен бір нәтиже шығады. Мен сол заттың куәсімін. Өзін әмме уақытта басын алып қашып, сен тимесең, мен тиме деп жүрген жастарымыздан бар. Бірақ ол өмірінде сондай түсінікпен кетеді, өмірінде сондай бағдарлармен кетеді. Менің айтарым, бұл жоғары оқу орнында, мектепте, колледжде, қай жерде оқысаңыз, бұл сіз үшін сынақ. Сол сынақта атрапыңыздағы жастарменен, атрапыңыздағы теңдеслеріңізбенен өзіңіздің қабілетіңізді көрсетіп бере алсаңыз, сізден үлкен инсан шығады. Сол үшін әмме уақытта харекетшең болу керек, әмме уақытта ізденушең болу керек. Соны тек өзің ғана, өзіңіздің неңізді біліп қалмастан, оны кең жәмиетшілікке инам етіп бару керек. Міне сол уақытта сіз жәмиетте өзіңіздің орныңызды тауып кете қаласыз. Педагог сипатында жастарға оқың, білім алың, ілім үйренің, еш шаршамаң дегенді айтамын әмме уақыт. Адамның өзінде егер қалеу болса, адамның өзінде егер сол бір нәрсені иелеймен деген ниет болса, әмме нәрсеге ерісуге болады. Ешқандай осы күндері мәселен жастарға ешқандай тосқынлық жоқ.
айрым студентлер болмаса айрым оқушылар болады. Мен мәселен текстті ядлай алмадым, сөзді ядлай алмадым. Бірақ мәселен группада, топарда 20 адам студент отырған болса, сол 20-ның 18-і ядлап біледі, бірақ сол 2 студент ядлап білмейді. Бұл ненің бір белгісі? Бұл әлбетте сол 2 студенттің өзінің үстінде көбірек істеуі, болмаса өзінің сол бір жақсы ниетпенен мен ертең сол тілді үйренгеннен кейін мен өмірімде осы керек болады, пайдаланамын, ертең күні келешегімде бір жақсы жасап, өзімнің перзентлеріме, болмаса ақылық шаулықларыма өзімнің жақсы позитив, демек фазилетлерімді өткерумен, олыма жақсы болады деген затты түсіндіремін. Себебі бұл мотивация берудің бір жолы. Әлбетте жастар жақсы жасауды жақсы көреді. Тек қана бұл харекетпен, оқуды орнына қою менен, өзінің үстінде істеу менен байланысты болады. Соны түсіндіремін көбінесе. Енді азыр сондай дәуірде жасап жатырмыз. Ақпарат технология асыры, хабар технология асырындамыз. Әр күні жаңа жаңалықтар болып жатырды. Мәселен, білім алуда болсын, қандай да бір кәсіпте болсын. Біз әзіргі жастарға маслихатым көбірек кітап оқып, көбірек сол хабар технологиядан, жасалма интеллект дейміз, хабар технологиядан тезірек, тереңірек үйреніп, өз үстінде ізленіп, оны байытып, рауажландырып, қандай да бір үлкен жойбарларды әмелге асыруды маслихат беремін. Һәм бұл білімдерді тек қана өзінде сақлап қалмай, өзі сол шәкірт даярлап келешекте сол мемлекеттің экономикасына, мемлекеттің сол социялық тарауларды рауажлануына белсенді болып, сол үлесін қосуға шақырамын. Ұстаз деп білетұғынларға мен ұсынысым, маслихатым, қандай халат болуына қарамастан сіз ұнамсыз жағдайларға, ұнамсыз көріністердің куәсі болсаңыз да ешқашан өмірден негативлікті емес, позитив болуыңызды, позитив қандай болса, жақсы тәрепте, өмірдің ақ тәрепіне, жақсы тәрептегі ойларда, жақсы тәрептегі іс-әрекетлерде қалу керек деп ойлаймын. Себебі жаңа айтқанымыздай, ол ұстаз болсын, басқа тараудың уәкілдері болсын, әммеде кемшілік болуы мүмкін. Бірақ сол кемшіліктерге қарамастан, оның статусыны, еш болмаса статусыны құрмет қылып, бәрібір мынау қандай болса да, мүмкін тәжірибелі ұстаз болуы мүмкін, мүмкін бәлкім білімі бар болса, студенттерді оқытуда, жеткізіп беруде, сабақты қызықлы, креатив өтуде тәжірибесі сәл жетіңкіремей тұрған ұстаздар болуы мүмкін. Онан қанатланбай қалу деген нәрсе болмау керек. Керісінше, әмме ұстазларды бірдей қадірлеп, ата-анаң сен үшін тәнха ғой, ата-анаң сен үшін орнын баспас инсанлар. Демек, ұстазлардан сондай дәрежеде ата-анадай қылып қадірлеу керек. Мен сондай деп ойлаймын. Маслихатым өмірде қандай жақсы ниетлерді, мақсеттерді орындауыңыз, ниет еткен, мақсет еткен болсаңыз, солардың әммесіне қиыншылықтардан, һәм сыртқы гәп сөздерден неғылмастан, тәсіріне берілместен жолыңызды, ниетіңізді давам етің, әрекетіңіз деген болар еді. Asosiy savollarimiz tugadi. Endi sizga yakuniy bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Tasavvur qiling, ekran ortida sizni ustozlaringiz tomosha qilyapti, ular ko'rib turibdi va ularga nima degan bo'lardingiz? Егер менің ұстазым мені көріп тұрған болса, мен ұстазымды қатты жақсы көремін, құрмет қыламын, сыйлаймын, оны төбеме көтеремін. Әмме уақытта сіз алдымызда аман болың, сізді ұлылардың ұлысы деп білеміз. Сіз әмме инсанға мехрибансыз. Сіз әмме уақытта адамларға жол жоба көрсетіп бере алғансыз, һәм жәмиетіміз сіздің осындай мехрибандығыңыздың арқасында жәмиетіміз осындай гүлдеп рауажланбақта. Рахмет сізге. Құрметлі ұстазларым, мен ең бірінші кезекте өзімді бақытлы инсан деп ойлаймын. Себебі сізде ұлы инсанлардан, сізде ұлы мәртебелі ұстазлардан сабақ алғаным үшін.
мен сіздердің барлығыңызға шүкір етемін. Мен сіздердің өмірлеріңіз еледе ұзақ болуын, зияда болуын, біз жастарға, біз шәкіртлеріңізге тек қана бұл пәніміз бойынша емес, хәтта өмірлік тәжірибеңізден үйретіп, біздердің елде өсіп өнуімізге, рауажлануымызға өздеріңіздің үлестеріңізді қосуыңызды тілеймін, һәм қалеймін, һәм соны күтіп қаламын. Байрам һәммеге мүбәрәк болсын. Бұл байрам біз үшін профессионал байрам. Осы байрамлардың көбісіні ауызбіршілікпенен, рауажлануменен күтіп алу, өткеру несіп ете берге. Енді әлбетте сол ұстаз, бұл ұлы мұқаддес, ұлы кәсіп, бұл кәсіпті атқаруда сол егер ұстазымыз давам етіп отырған болса, әлбетте жұмысларында үлкен табыстар тілеймін. Ең басылысы сондай шәкіртлер даярлауда денсаулығы бекем болып, шәкіртлер даярлауда шаршамастан қызмет етуім. Қала берсем, бүгінгі күнде енді мен жеке өзім хақында айтып жатпам. Сондай дәрежеге ерісуде, сол жәмиетте өзіміздің орнымыз табуды, әлбетте ұстазымыздың орны үлкен. Оған шексіз миннәтдармын, өзімнің миннәтдаршылығымды білдіремін. Сондай-ақ міне бұл ұлы кәсіптің бүгінгі күнде кәсіптік байрамы сипатында белгіленіп жатырды. Елімізде ұстазларды, барлық осы кәсіп иелерін, ұстаздарымызды байраммен шын жүректен құттықтаймын. Жұмыстарында табыстар тілеймін. Елімізге, сондай мемлекетімізге профессионал кадрларды жетілдіруде, әлбетте өзіміздің милли қадіратларымыз арқылы заманға сай шахсларды жәмиетке мünәсіп инсандарды жетістіруде, тәрбиелеуде оларға күш қайрат тілеймін. Байрамlar және мәртебе құтлы мүбәрәк болсын. Ұстазды тек бір ғана сөзбен егер мен тәріплеуім керек болатын болса, мен ұстазды, сіздер мен қадірлі ұстазлар, менің бағманымсыз. Сіздер тек қана менің емес, барша жастардың емес, ұлыма жәмиеттің бағманысыз. Бағман қандай вазифаны атқаруды һәмме жүде жақсы біледі. Мен ұстазларым жақсы көремін. Барыңызға шүкір. Shu o'rinda bayram munosabati bilan sizni ham tabriklamoqchiman. Jamiyat rivoji yo'lida, millat rivoji yo'lida qilayotgan mehnatingiz davomida energiya va sihat salomatlik davomiy hamrohingiz bo'lsin. Suhbat uchun yo'q demaganingiz uchun alohida tashakkur. Bayramni yaxshi o'tkazing.